Бір уақыттары бәрімізге эмоция сыйлаған, ойнаған сайын ойнағымыз келетін ойын бүгінгі күнге келіп как будто қызық еместей. Егер сен де Free Fire ойнасаң немесе ойнаған болсаң, лайк басып маған тіркел. Free Fire неге қызықсыз болып кетті? Бірінші кезекте біз есейеміз. Бұл дегеннің жиі ойын ойнауға желаниямыз болмайды. Тіпті уақытымыз жетпей қалуы мүмкін. Free Fire'дың шыққанына 9 жыл болды. 7-8 жыл бұрын ойнап бастағандар қазір уже үлкен адамдар. Енді оларға бала кезіндегідей ойын қызықты бола бермейді. Кім қай жылы Free Fire'ды бастады? Комментке жазып қалдырыңдар. Екінші себеп ойындағы тым жиі өзгерістер. Free Fire бұрынғы вайбын жоғалтқан сияқты. Әр обновада жаңа персонаж, жаңа қару. Тіпті Free Fire'дағы көп нәрселер бұрынғымен салыстырғанда қатты өзгеріп кетті. Ойынды бұл одан сайын қызықты қылмайды, керісінше ойынның өз вайбының жоғалуына әкеледі. Үшінші себеп ойнайтын достарымыздың жоқ болуы. Қазір көптеген бұрынғы Free Fire ойнайтын достарымыз Free Fire'дан кетіп жатқандықтан ойнайтын достарымыздың азаю кесірінен біздің ойынға деген желаниямыз да азаюы мүмкін. Төртінші себеп джекпотта неше түрлі болмайтын скиндер көбейіп кетуі және ойында жиі олд нәрселер шығуы. Как будто Free Fire біздің